Қазақстанға Чехия президенті Милош Земан ресми сапармен келді. Мәртебелі мейманды Ақорда сән салтанатымен қарсы алды. Екі елдің басшылары кездесу барысында сауда, экономикалық, көлік транзиттік, аграрлық және мәдени-гуманитарлық салалардағы өзара ықпалдастықты нығайту мәселелерін талқылады. Біз үшін Еуропалық одақтың белсенді мүшесі болып саналатын Чех мемлекетінің Қазақстанға тигізетін жақсылығы көп болады деп санаймын. Себебі көлік мәселесі жөнінде Еуропаға шығу, екі елдің арасындағы қарым-қатынас, біздің 2000-ға жақын жастарымыз оқып жатыр Чехияда. Қазақстанның туристері көп қарым-қатынас жасайды. Сондықтан авиакөлік қарым-қатынастарын, темір жол, автомобиль көліктерімен қатынасуымыз өте біздің берекелі болады деп санаймыз. Сондай-ақ президенттер машина жасау, энергетика, медицина және туризм салаларындағы ынтымақтастық жайлы сөз етті. Ақорда басшысы мен Милош Земан таяу шығыстағы терроризмнің өршуін, Украина шығысындағы оқиғаларға да тоқталып өтті. Прагалық мәртебелі мейман қазақ мемлекетінің әлеуеті күшейіп келе жатқанын айтып, әлемдік экономикадағы маңызды ойыншыларға айналғанын атап өтті. Pan prezident řekl mnohé z toho, co bych řekl i já. Бұрын экономикада ғажайып саналған елдер, мысалы Германия, Жапония, Оңтүстік Корея секілді мемлекеттерге қазір Орта Азияны теңгеруге болады. Оның ішінде әрине экономикалық шешімдердің кіндік ортасы болып отырған Қазақстанда атар едік. Осыдан 12-13 жыл бұрын үкімет төрағасы ретінде менің Қазақстанға келгенім бар. Содан бергіде мен үлкен прогрессті көріп отырмын. Мысалы, елдің құрылыс саласындағы ерекшелік, жаңа астана салаларыңыз.